60 жыл алдын Сингапур кіші, табиғи ресурслары жоқ, көптеген машқалаларға дұз келген атау еді. Ол жерде адамлар текарынан балықшылықпенен шұғыланар, көшелер жауынлы күндерде лайға батар, ішімлік суы импорт етілер еді. Жұмыссызлық, жарлылық кең тарқалған. Халықтың үлкен бөлігі сауатсыз, санаат һәм инфраструктура дерлік жоқ еді. Ал бүгін болса Сингапур дүнияның ең рауажланған мемлекетлерінен бірі. Биік имаратлар, дүниядағы ең жақсы аэропорт һәм портлар, жоғары дараматлы һәм білімлі халық. Сондай-ақ алдыңғы технологиялар орайы сипатында танылған. Қызық, бұл мемлекет қалайынша бұндай дәрежеге ерісті? Бүгінгі видеомызда біз екінші дүния жүзілік ұрыстан кейін қарабақанаға айланған қала мемлекет. Ұлыбританияның құрамынан шығып, қалайынша экономикалық жақтан рауажланғаны һәм бұл үшін нелерден уаз кешкені хақында біліп аласыз. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басуды ұмытпаң. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық. Бір 1867 жылы Сингапур толық Британия колониясына айланды. Сингапур Қытай менен байланыс орнатуда әхметлі стратегиялық қала еді. Бірақ инглизлер бұл қаланы 1942 жылы қолдан берді. Қаланы елеген Япония тек ұрыс тамам болғаннан кейін ғана Британияға қайтарып берді. Екінші жаһан ұрысынан кейін Құбыла Шығыс Азияның көпшілік мемлекетлері сияқты Сингапурда ойраншылық һәм жарлылықта өсті. Арал ешқандай табиғи ресурсларға һәм әттегі таза суға ие болмаған Британияның қалақ колониясы еді. Кішкене мемлекет халқы текарынан қарабақаналарда жасаған. Тек екі нәрсе рауажланған: жұмыссызлық һәм жынаятшылық. Бірақ та Ли Куан Ю мемлекетке келгеннен кейін сингапурлылардың тұрмысы тез өзгере бастады. Мағлұмат орнында Ли Куан Ю Кембридждің қызыл дипломына ие болған жас саясатшы еді. Ол англичалардың аралды экономикалық рауажландыра алмайтұғынын һәм тек сингапурлылардың өзі ғана бұған ерсе алатұғынын жақсы түсінетұғын еді. Ли Куан Ю 1923 жылы 16 сентябрьде Сингапурда орташа этникалық Қытай шаңырағында туылған. Болашақ бас министрдің ата-анасы Британия мәдениетіне қызыққан һәм әттегі перзентін инглиз тілінде Гарри Ли деп атаған. Гарри Ли басаңғыш білімін өз елінде алған. 1945 жылы ол Сингапурдағы Раффлс колледжін тамамлаған һәм Ұлыбританияға жол алып Лондон экономика мектебінде, кейінірек Кембридждегі Фицуильям колледжінде оқуын давам еттірген. Болашақ саясатшы экономика һәм құқық тарауында екі қызыл дипломға ие еді. Қызығы, оның ана тілі инглиз тілі еді. Ал Қытай тілін болса, ол саясат пенен шұғылану уақытында үйрене баслаған. Ал сайлаушылар менен сөйлесу уақытында толық үйренген. Сол уақытта ол қытайша өзіне Куан Ю атын алған. Болашақ саясатшы экономика һәм құқық тарауында университетті екі қызыл диплом менен тамамлады. Ұлыбританияда Ли өз білім һәм тәжірибесін ватаны Сингапурда қалай қолдану хақында көп ойлаған. 1950 жылы ол Сингапурға қайтып келеді һәм қаланың ең абырайлы адвокатлық ұйымларынан бірінде істеп, 2 жылдан соң өз компаниясын ашады. Ол 1959 жылға шейін юридикалық әмелият пенен шұғыланып, кәсіптік ауқамлары менен белсене бірге істескен. Жас адвокат көбінесе кәсіптік ауқамларына Британия администрациясы менен судласуда жәрдем берген. Ол жұмысшыларға минет шараятларын жақсылау һәм минет хақысын арттыруға әрекет еткен. 1942 жылғы Японияның хүжімінен соң сингапурлылардың қорғалған қалада жасау хақындағы түсініктері шешілді. Қалалыларды ұзақ уақыт davamында келешекке сенімсіздік сезімі жаулап алған еді. Олар өз атауларының қауіпсіздігі хақында тек өздері қамқорлық етуі керектігін, Британиядан жәрдем күтіп жасамау керектігін түсіне бастаған. 1954 жылы Ли Куан Ю колониялыққа қарсы көзқараслар һәм демократиялық социализм принциплеріне әмел еткен халық харекетлері партиясына текар салды. 1955 жылы ол Сингапур Милли Ассамблеясына депутат етіп сайланды. 1957 жылы партия муниципал сайлауларда жеңіске ерісті.
Колониялыққа қарсы әрекет кеңейіп, Сингапур саяси элитасы Лондоннан барған сайын көбірек автономия, яғни ғаресіздікті талап ете бастады. Сол жылы Лидің партиясы Улума парламент сайлауларында жеңіске ерісті һәм 1959 жылы Ли Куан Юй өзін-өзі басқару статусын алған қала мемлекет, яғни Сингапурдың бірінші бас министрі болды. Ли Куан Юй сайлауда жеңіске еріскеннен көп өтпей, партияда коммунистік идеяларды қолдап қуатлаушылар жеделдесті. Бұл бас министрді қатты қауітерге салған еді, себебі ол Кореяның коммунистік һәм демократиялық екі мемлекетке бөлініп кететінін ұнатпаған еді. Ане сол уақытта Куан Юй бірінші мәрте өзін саясатта жүда қатаң болу мүмкіндігін көрсетіп қойды. Ол өз тараптарлары арасында демократиялық социализмге қарсы болғанларды коммунизмді үгіт насихатлауда айыплайды һәм бірнеше белгілі саясатшыларды қамаққа алуды бұйырады. Ли Куан Юй басшылығындағы үкімдар партия еркін базар һәм мемлекеттің экономикаға шекленген араласуына тикарланған неолиберал курсты таңлады. Сонымен бірге оппозициялық партиялар өз тәсірін күшейтуге әрекет етті. Сингапур ол вақытлары елі әзі еді. Коммунистер бұл әзі мемлекетте хакимиетті қолға алуынан қорқып, 1963 жылы бас министр Малайзия үкіметі менен сөйлесулер алып барады. Нәтижеде екі мемлекет Малайзия Федерациясына бірлеседі. Сол жылы Сингапур Ұлыбританиядан ғаресіздігін жариялады. Бірақ Ли Куан Юйдің решесі келіспеді. Екі мемлекеттің тыныш тату жасауы әмелге аспады. Малайзия һәм Сингапур саяси елатлары арасында барқұлла келіспеушіліктер жүзеге келетұғын еді. Сингапур үкіметі Малайзия халқының 1/3 бөлігін құрайтұғын қытайлылардың тәсірін күшейтуге әрекет етті. Бұнан Малайзия рәсмилері наразы болды. Ол Ли Куан Юйді мемлекетті этикалық жақтан ажыратуға ұрынуда айыплады. 1964 жылы 21 июльде Сингапурда қытайлылар һәм малайзиялылар ортасында соғылғысулар болып өтті. Онда 23 адам құрбан болды һәм бірнеше жүз адам жарақатланды. Кескілікті діни фактор да күшейтті. Малайзиялылардың тикарғы бөлімі мұсылманлар еді. Қытайлылар болса буддизмге сыйынатуын еді. Социалдық, саяси һәм діни қарама-қарсылықтар барған сайын күшейіп барды. Нәтижеде 1965 жылда Малайзия парламенті Сингапурды федератив мемлекет құрамынан шығару үшін дауыс берді һәм солай етіп Сингапур бүткілі ғаресіздікке ерісті. Бірақ та бұл Сингапур бұқаралары һәм олардың бас министрінің кеуілін көтермеді. Себебі Сингапур қала көрінісіндегі кіші мемлекет. Азғауқатты жетілістіру, санаат, технологияны рауажландыру бұлардың барлығына жер һәм таза су керек еді. Бұл мемлекет кризиске ұшырап атырған еді. Сол себеплі де Ли Куан Юйге Малайзия менен бірлесуі керек еді. Малайзиядан ажыралып қалғаннан соң Ли Куан Юй Сингапур енді аман қалу үшін күресу керек екенлігін түсінетұғын еді. Азияның бұл кішкене мемлекеті тек өз армиясы һәм экономикасына ғана емес, ал ахметлі ресурсларына да ие емес еді. Сингапурлардың көпшілігі қарабақаналарда жасаған. Аралда дерлік табиғи ресурслар болмаған. Әттекі таза суды қоңсылас Малайзиядан сатып алуға мәжбүр болған. Бұнан сқары Сингапурға регионның нәшибенділік пайтақты сипатында қаралған. Бұл болса потенциалы инвесторларды қашырып жіберетұғын еді. Осындай қиын жағдайға қарамастан Ли Куан Юй мемлекетті экономикалық өсу жолына алып шығуға қарар етті. 1966 жылы Ли низам шығарушы ұйымды толық қадағалауға алды. Ли Куан Юй бұқаралардың түсінуі һәм қолдап қуатлауына ерісті һәм реформаларды іркінішсіз әмелге асыруға ерісті. Ли Куан Юй экономикалық өсудің тикарғы милли мәп концепциясы болып, Сингапурдың саяси аман қалуы, тек тез экономикалық рауажлануда һәм әрбір бұқара оған бейпаруа болмауында деп білген. Сонымен бірге кадрлар саясатында бас министр лауазымы һәм этникалық тиесілігіне қарамастан ең ұқыплы һәм талантлы адамларды социалдық жоғары лауазымларға тағайындады. Бас министр коррупцияға қарсы күресуге тикарғы ітібарды қаратты. Сол күндерде Сингапурда туысқанлық һәм парақорлық рауажланған еді. Бұған қарсы екі көріністе күресуге қарар етілді. Жазаның сөзсіз екенлігі һәм миллетіне, жәметтегі дәрежесіне қарамастан һәмменің низам алдында тең екенлігі. Коррупция схемаларында қатынасқаны үшін һәмме әттекі жоғары мәртебелі саясатшылар да жауапкер еді. Үкімет арнаулы орган коррупцияға қарсы күресу бюросын шөлкемлестірді һәм ол тікелей Ли Куан Юйдің өзіне қарайтұғын еді. Һәм бұнда жинаятларды тексеруде шекленбеген уәкілдіктерге ие болған.
Бюро қызметкерлері пара алуда ямаса беруде гуманланған har қандай бұқараны қамаққа алуы ямаса оны тексеруі мүмкін болған. Сондай-ақ бұл әрекетлерді жасырған бұқаралар болса, оларға $10,000 астам жарималар салатығын болған. Сингапурдағы коррупцияны жоқ ету процесінде Ли Куан Ю бірнеше министрлерді, хаттекі ескі шеріклерін қамаққа жіберген. Себебі әйне осы жол менен ол низам алдында хақиқатында да хаммет тең екендігін дәлелдеген еді. Мысал үшін қоршаған орталық министрі Ви Тун Бун бизнес шерігінен қымбат тұрақжай алуда һәм шаңырағы менен Индонезияға саяхат ету үшін қаржы ұрлауда айыпланып 4,5 жылдық қамақ жазасына үкім етілді. Ли Куан Юдің және бір шерігі милли рауажлану министрі Тэ Чин Ван 1986 жылы $100,000 пара алуда айыпланғаннан соң өз жанына қас етті. Үкімет басшысына жеке қаратылған хатында ол былай деп жазған еді. Шығыстың джентльмені сипатында мен қателігім үшін ең жоғары бақаны төлеуім әділ болады деп ойлаймын. 1995 жылы коррупцияға қарсы күресу ұйымлары хәтте Ли Куан Юдің шаңырағына қарсы тергеу басылады. Оның туысқанлары көшпес мүлік сатып алу арқылы капиталды низамсыз көбейтуге айыпланған. Министрлер кабинетінің тапсырмасыменен тергеу басыланды. Кейін ала саясатшы һәм оның жақындарының толық айыпсыздығы дәлелленді. Сонымен бірге Ли Куан Ю мемлекеттік қызметкерлердің минет хақысын сезілерлік дәрежеде арттырды. Хәмендарлардың дараматы жылына $800,000 шекем көтерілді. Судьялардың айлығы болса $1,000,000 шекем. Google'дың топ менеджерлері қатарында жақсы іс хақы алатығын мемлекет хәмелдарлары пара алып, өзінің еркінлігінен һәм жақсы іс хақы беретұғын лауазымынан айырылып қалуды қалемеген һәм қорққан. Бүгінгі күнде Сингапур рәсмилері дүниядағы ең көп іс хақы алатығын мемлекеттік қызметкерлерден бірі есапланады. Коррупцияға қарсы күресті әмелде көріп барған халықтың хакимиятқа болған сенімі артып барды. Ли Куан Юдің жеке атақлылығы да артты. Бұған көп жағынан оның қарабақаналарды сапастыру бойынша қарары жәрдем берді. Мемлекет есабынан Сингапурда арзан тұрақжай құру бағдарламасы іске қосылды һәм қысқа уақыт ішінде онлаған көп қабатлы тұрақжайлар құрылды. Үкімет бұқараларға төмен процентлі ипотека кредитін беріп, халық жеке үйін сатып алу үшін шараят жаратып берді. Сол себеплі бірнеше жыл ішінде сингапурлылардың көпшілігі көнерген имараттардан қолайлы тұрақжайларға көшіп өтті. Бұқаралардың қолап қуатлау арқылы Ли Куан Ю партиясы 1972, 1976 һәм 1980 жылдардағы сайлауларда парламенттегі барлық орынларды қолға кіргізді. Оппозиция уәкілдері тек 1984 жылы ғана парламентке сайлауға ерісті. Сонда да 74 орыннан тек 2-ін иеледі. Ли Куан Ю үшін және бір ахметлі вазипа мемлекетке сырт ел инвестицияларын тарту еді. Экономикалық рауажлану бойынша арнаулы ұйым бүткіл дүния бойлап инвесторларды іздеу һәм глобал корпорацияларды мемлекетке тарту менен шұғылланған. Низам шығарушылар сыртқы бизнес үшін ең тартымды шараятларды жарату жолында біраз минет етті. Үкімет административлік тосқынлықтардың көпшілігін жоқ етті. Сингапурда бизнес ашу жүда аңсатластырылды. Бюрократиялық қағазлар менен уақыт сарыплау бекар етілді. Бизнесті қадағалау һәм мемлекеттің коммерциялық жұмысқа араласуы сезілерлі дәрежеде шекленді. Сингапурда бизнес ашқан іспілерменлер дәсе 5 жылға кейін ала 10 жылға салықлардан азат етілді. Егер менен Сингапурды қандай табысқа еріскенін бір сөзбенен тәріплеуді сұраса, бұл сөз сенім болар еді. Әйне бізге болған сенім сырт ел инвесторларына Сингапурда өз фабрикалары менен заводларын ашуға имканият берді, дейді Ли Куан Ю. Бас министрдің пікірінше Сингапур имиджін жақсылауда тек қана іспілерменлік орталығы емес, ал қолайлы қала орталығы да жүда үлкен рөл атқарған. Ли Куан Ю жәмиеттік орындарды рауажландырды, көкелем зарластыру жұмысларын өткерді һәм инфраструктураны жақсылады. Оның басламасыменен Чанги аймағында дүниядағы ең жақсы аэропортлардан бірі құрылды. Сингапурда пайдалы қазылмалар жоқ, бірақ та Ли Куан Ю соған қарамастан олардан пұл іздеу жолын тапты. Ол 20-ші һәм 21-ші ғасырдың дерегі нефт болатығынын түсінген еді. Сонда ол өзімізде қазып алудың иләжі болмаса, неге басқаныкын қайта іздемейміз деп ойлайды.
Солай етіп 1960 жыллардың басларында нефтті қайта ислеу заводларын ашу үшін шарайытлар жаратыла бастады. Һәм 10 жыл ішінде Сингапур дүниядағы ең ірі нефтті қайта ислеу орайларынан біріне айланды. Ли Куан Юй бірнеше мәрте ажайып экономикалық ұқыптылық һәм болжаушылықты көрсеткен. Мысалы үшін 1968 жылда бүкіл дүнияда компьютер технологияларына текарланған микроэлектроника енді ғана рауажанып басылған уақытта Техас Инструмент Сингапурда ярым өткізгішлер істеп шығаруды баслаған. Тез арада басқа фирмаларда оның бұл компаниясына ереді. Дүнияда компьютер технологияларының кескін рауажлануы һәм талап артып кетуі басланған уақытта Сингапур әлі қашан бұл базарда жетекшілерден бірі болған. 2020 жылға келіп Сингапурда тікелей сырт ел инвесторларының көлемі шамаменен 1,7 триллион ақш долларын құрады. Саяси карьерасының дәстепкі күнлерінен ақ Ли Куан Юй оқыған, тәртіплі һәм низамға бойсынатығын миллет жаратпай тұрып, гүллеп жасынайтығын мемлекетті құру қиын мәселе деп білді. Бірақ сингапурлылардың этникалық һәм діни һәр түрлілігі бұл вазипаны жүда қиынластырды. Бас министр жәмиетті толық қайта құру керек еді, һәм ол бірлестіруші элемент сипатында білімлендіру системасын таңлады. 1960 жыллардың басларында сингапурлылардың көпшілігі 3 классы да біткермеген. Мектептерде бірден бір оқу бағдарламасы болмаған. Оқыту әр қилы тілдерде алып барылған һәм халықтың 17% улума сауатсыз болған. Кембридж біткерушісі білім мемлекеттің табыслы рауажлануы үшін қаншелі ахметлі екенін жақсы біледі еді һәм біріншілерден болып білімлендіру реформасын әмелге асырды. Мемлекетте инглиз тілінде бірден бір білімлендіру системасы пайда болды. Бұл сингапурлыларға шет елде оқу һәм сырт елден келген инвесторларменен бірге істесу имканиятын берді. Қытай тілі барлық Сингапур мектеплерінде екінші дәрежелі тіл болды. Соның үшін де бүгінгі күнде көпшілік сингапурлылар кемінде 2 тілді жетік біледі. Реформаны әмелге асыру үшін бас министр білімлендіру тарауын қаржыландыруды 46 есеге арттырды һәм оған Кембридж тәжірибесінің көпшілігін алып келді. Сингапурлы мектеп оқушылары индивидуал бағдарламада оқуды һәм мектептен ақ өздеріне қызықлы пәндерді таңлап, артықша деп есептеген пәндерінен уаз кешу имканиятына ие еді. Бұл қатынас мемлекетте әр қилы тараудағы қанегелер санының көбеюін тәмеледі. Сингапур үкіметі оқытушылардың минет хақысын сезілерлі дәрежеде арттырып, мектеп һәм университетлерде оқытушылық лауазымдарына қатаң таңлау енгізді. Бүгінгі күнде мұғалімлер мемлекетте оға да үлкен абыройға ие. Сингапур білімлендіру системасы дүниядағы ең табыслы системалардан бірі деп тән алынған. Ли Куан Юй дәуірінде үкімет бұқаралардың күнделікті тұрмысын қадағалап, оларға өзін қалай тұту һәм не қылмау керектігін оқытатын еді. Мәселен, мемлекетте саққыш шайнау, граффити сызу һәм метрода ауқатлану қадаған етілген. Біреудің Wi-Fi-на жалғансаңыз, жарима һәм хаттегі қамақ жазасы қолданылады. Сингапурда өлім жазасы да енгізілген. Бұл жаза адам өлтірушілік, терроризм, наркотик затлар контрабандасы, адамды ұрлауға харекет ету жинаятларын істегенлерге қолданылады. Сингапур һәм дүнияның көпшілік рауажланған мемлекеттері арасындағы текарғы айырмашылық сонда Сингапур экономикалық ажайбаты авторитар саяси система шариатында жүз берді. Ли Куан Юй рауажланып атырған, бірақ еле бекемленбеген мемлекетте айырым еркінліктерді улу мәп үшін құрбан ету мүмкін деп есаплаған. Ол ғалаба хабар құралларының еркінлігін шегледі. Үкіметті сынға алған ямаса оппозиция саясатшыларын қолап қуатлаған журналистлер қамаққа алынуы һәм жала жабуды айыплануы мүмкін еді. Ли Куан Юйдің пікірінше, медиа жұмысы Сингапурдың бүтінлігі үшін қызмет ету керек, ал сырттан қаржыландырылатын басылымлар болса, мемлекеттің ішкі саясатына ұнамсыз тәсір көрсетуі мүмкін болған. Сингапурдың табысы көп тәреплеме Ли Куан Юйдің өзіне байланысты болған. Ол сөз еркінлігі һәм осыған ұқсас басқа еркінліклерді шектеген болса да, оның реформаларының негізі халықтың жақсы жасауы болған. Бұқаралар арасында үкіметке ие болуына қарамастан Ли Куан Юй 1990 жылы отставкаға шықты. Бірақ өз мирасқоры Го Шок Тон кабинетінде парламент ағзасы һәм үлкен министр лауазымын сақлап қалады. Ол мемлекеттің сыртқы һәм ішкі саясатында қатынасуы дауам етті, себебі жергілікті әмілдарлар һәм сырт елі шеріклер арасында ол үлкен абыройға ие болған.
2004 жыл августта Сингапур бас министрі һәм партия басылығы лауазымын Ли Сян Лун, Ли Куан Юдың үлкен баласы иеледі. 2004-2011 жылларда Ли Куан Ю баласының үкіметінде мәслихатлесуші министр, жоғары мәртебелі саясатшылар үшін ұстаз болып істеді. 2015 жыл 5 февраль күні 92 жасында саясатшы өткір пневмония менен емдеуханаға жатқарылды. 23 март күні Ли Куан Ю қайтыс болды. Мемлекетте 7 күнлік милли матам жарияланды. Мен һәммесін дұрыс істегенмен деп дауагерлік етпеймін, бірақ һәммесін жақсы мақсатты көздеп істедім, дейді Ли Куан Ю. Ли Куан Юдің минеті себепле Сингапур қазіргі уақытта инсан рауажлану индексінде дүнияда топ 10-лықтар қатарында тұрады. Сингапур көп жылдар давамында коррупция аз көрілген ең жақсы мемлекеттерден бірі болып келмекте. 2021 жылы мемлекет Швеция, Голландия һәм Швейцарияны артта қалдырып, бұл көрсеткіш бойынша 5-ші орынды иеледі. Ли Куан Ю ойран болған мемлекетте хакимиятқа келді һәм 30 жыл ішінде ірі реформаларды істеп, жарлы атауды дүниядағы бизнес һәм санаат орайына айландырды. Ол өз дәуірі үшін қиын болған қарарларды қабыл етті һәм тәуекел етті. Өз уақытында үлкен сынға, халық арасында белгілі дәрежеде наразылықтарға да ұшырады. Бірақ еш нәрсеге қарамастан хақиқи лидер сипатында өз ватанына жаңа келешек берді һәм миллионлаған адамдарды бай һәм бақытлы етті. Құлласы сондай гәплер. Осының менен бүгінгі видеомызды жұмақлаймыз. Сізге Сингапур хақындағы таярлаған видеомыз ұнады ма? Және қандай темаларда видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.